Армысыз құрметті көрермен, бүгін жұма 25 шілде аптаның ең өзекті әрі маңызды жаңалықтарына шолу жасаймыз. Назарларыңыз бізде болсын. Перизат Қайрат ісі атышулы процеске сот үкімі шықты. Су тапшылығы ушығып тұр. Түркістанда күріш егу тәртібі неге бұзылды? Қозғалтқыш көлемі 3,5-4 литрлік көліктер үшін жаңа салықтық жеңілдіктер. Дәрігерге қол көтерсеңіз қатал жаза күтеді. Жаңа заң күшіне енбек. Қоғамдық орында бет тұмшалау заңмен шектелетін болады. Әңгімеміздің әлқисасын көпшіліктің назарын аударған Перизат Қайрат ісінен бастасақ. Біз біргеміз. Қазақстан қайырымдылық қорының бұрынғы жетекшісі Перизат Қайрат 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал анасы Ғайни Алашбаеваны 7 жылға түрмеге кесті. Частичного сложения наказаний окончательно назначить Хайрат наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет, с конфискацией имущества и отбыванием наказания учреждений уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Перизат Қайрат пен Ғайни Алашбаеваға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 4 бөлігі 2 тармағы аса ірі көлемде адамдар тобы болып жасаған алаяқтық және 218 бап 3 бөлік 3 тармақ қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру бойынша қылмыстық құқықтық бұзушылық жасады деген айып тағылды. Сонымен қатар Перизат Қайрат пен анасынан 50 жәбірленушіге 1,5 миллиард теңге өндіріліп алынады. Перизаттың дауы сабырсыды ма десек, ел ішінде екінші Перизат ісі аталып кеткен жаңа дау тағы да қоғам назарын өзіне аудартты. Бұл жолғы оқиға Елорда төрінде Дәулет пен Толқын Тотақанов есімді ерлі зайыпты ұлымыз сырқат деп елге жанын жая жалынып көмек сұраған. Бірақ ел сенген ерлі зайыпты жұрттың сенімін аяқ асты етіп, жиналған қаржыны шынайы емге емес, шалқыған тірлікке жұмсағаны белгілі болды. Осы даулы жағдайға байланысты әріптесіміз дайындаған бейне материалға кезек берелік. Астанада тағы бір сұмдық оқиға тіркелді. Дәулет пен Толқын Тотақанов деген ерлі зайыпты баласына көмек сұрап, бүкіл елді алдап соққан. Бала расымен ауырған, Альтайыр есімді ұл туғаннан бастап жүреде отырады алмаған. Түркияда емделу үшін 50 миллион теңге керек деп халықтан көмек сұраған. Халық жүрексіз емес қой, қолдан келгенше көмектесті. Ақша тез жиналды, бірақ олар осымен тоқтамаған. Инстаграмда жыларман видео, жүрегі ауыртатын жазба жазады. Тезірек көмек керек деп жыл сайын пост сала берген. 2020 бастап 2024 жылға дейін. Көзге жас келетіндей етіп халықтың сеніміне кіреді. Ел сенді. Ақша ағыла берді. 4 жыл ішінде 350 мыңнан астам адам ақша аударған. Жалпы сомасы 1 миллиард 300 миллион теңге. Ал баланың еміне кеткені небәрі 6 миллион. Қалған ақша қайда дейсіз ғой? Жоғарғы сот былай дейді. Сотқа дейінгі тергеу барысында анықталғандай жиналған қаражаттың басым бөлігі медицинаға емес, ата-ананың жеке қажеттіліктеріне жұмсалған. Ақша шетелге сапарға, бренд киімдер мен шопингке, казиноға және тағы басқа шығындарға кеткен. Қаражат Тотақанованың жеке шотына ғана емес, оның анасының тіпті 2021 жылы марқұм болған әжесінің шотына да түсіп отырған. Осы фактілер анықталған соң ерлі зайыптыға алаяқтық және қылмыстық жолмен тапқан ақшаны заңдастыру деген 2 бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір іс сотта қаралып жатыр. Осындай жағдайлар көбейген сайын халық енді ешкімге сенбей, шын мұқтаж адам көмексіз қалуы мүмкін. Перизат Қайраттың ісінен кейін дәл осындай жағдайлар үшін заңды қатайту керек екенін бәрі түсінді. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат вице-министрі Қанат Ысқақов та айтты. Также будут вноситься изменения, как Ермек Бекбаев сказал, закон о благотворительности по нескольким направлениям. В первую очередь это стимулирование граждан для оказания благотворительной помощи. Второй момент это публичность, подотчетность и публикация всех отчетов в средствах массовой информации всех благотворительных организаций. Сформирована рабочая группа по данному направлению и ведется работа. Қысқасы, қайырымдылық деген сөзді жамылып, халықты алдау дәуірі аяқталу керек дейді. Жас шықты деп жайбарақат демаламыз ба десек, ел ішінде сот істері өршіп назарымызды аулауда. Соның бірі жұрттың қабырғасын қайыстырған Талғардағы Шерзат Полаттың өліміне қатысты дау. Бұл ауыр іске байланысты сотталғандардың бірі Думан Ысқақ жуырда бостандыққа шықты. Жәбірленуші тараптың қорғаушысы адвокат Мейіржан Шекеевтің айтуынша, Думан бірінші инстанцияда ауыр қылмысты жасырып қалған үшін 1,5 жылға сотталған болатын. Алайда
Алайда жаза мерзімін толығымен өтеп болған соң 23 шілде күні сот қаулысымен қамаудан босатылған. Осы аптада қоғамда қызу талқыға түскен тағы бір мәселе адамның бет жүзін толық тұмшалайтын киім киюге байланысты. Қазақстанда қоғамдық орындарда адамның бет жүзін тануға кедергі келтіретін киімді киюге ресми түрде тыйым салынады. Бұл заңға мемлекет басшысы ресми түрде қол қойды. Енді «Человек в маске» мен «Белуччи» тобының маскасы шешіле ме? Мәселенің мән-жайын тереңірек түсіну үшін сауалымызды мамандарға қойып көрдік. Елімізде осы айдың басынан бастап қоғамдық орында бетті тұмшалайтын киімге тыйым салынғанын естіген боларсыз. Осы заңға сүйеніп никап пен паранжаны енді көшеде киіп жүруге болмайды деп түсінуге болады. Өз кезегінде бұл шектеу заң талаптарын орындау мақсатында, қызметтік медициналық мақсаттарда, ауа райына байланысты немесе спорттық мәдениет шаралары қатысу кезінде киетін адамдарға қолданылмайды. Бірақ Сенат ұсынып президент қол қойған заңның кейбір түсініксіз тұстары бар дейді мамандар. Мәселен, қоғамдық орындарда немесе көшеде паранжа киіп, бетін тұмшалап алғандардың нақты қандай жауапкершілікке тартылатыны көрсетілмеген. Қазіргі таңда адамның түр сипатын, бет әлпетін тануға кедергі келтіретін киімдер киген үшін тікелей қандай да бір әкімшілік жауапкершілік қарастырылған арнайы бір жеке бап әзірге жоқ. Алайда жаңағы 2010 жылғы 29 сәуірдегі құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңға енгізілген өзгерістерден кейін бұл жауапты болуы мүмкін. Яғни бұл құқық бұзушылықтың алдын алуға, яғни оның профилактикасына бағытталған жалпы норма. Дегенмен, егер бұл талап жүйелі түрде бұзылып, немесе қоғам назарын аударатындай дәрежеде орын алса, сондай-ақ радикалды әрекеттер болмаса да, қоғамдық тәртіпті бұзуға алып келетін қандай да бір белгілер байқалса, онда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің басқа да баптары қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда жазалау шаралары да қарастырылған. Олар жай ескерту жасаудан бастап, айыппұл салу немесе тіпті әкімшілік қамаққа алу секілді жаза түрлерін қамтиды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 667 бабы бар. Бұл жерде соған байланысты әкімшілік іс қозғалып, хаттама толтыруы мүмкін. Сонымен қатар бір қатар баптар бар. Ол жаңағы киім киюге болмаса, бет әлпетті жауып жүруге байланысты болмаса, соған қатысты болуы мүмкін баптар. Ол жаңағы құқық бұзушылық, қоғамдық тәртіпті бұзу, болмаса жаңағы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнаманы бұзумен де қатысты болуы мүмкін. Миссионерлік немесе заңсыз діни насихатпен байланысты болған жағдайда осындай жазалар қарастырылған. Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бетті тұмшалау, яғни паранжа мен никапқа тыйым салу бастамасын қолдайтынын ресми түрде мәлімдеді. Дінде бетін жау керек деген талап жоқ. Бұл кейбір елдердің мүмкін жеке салты болуы мүмкін, кейбір қажеттілік жағдайда туындаған болуы мүмкін, климаттың жағдайына байланысты. Дегенмен дәл діни талап емес бұл. Сондай-ақ дінтанушы Елбек Тасболатұлы ел қауіпсіздігі мемлекеттің басты мақсаты екенін атап өтті. Мұсылман жамағаттар түсіністікпен қарауын сұраймыз. Өйткені, былайша айтқанда, қауіпсіздік бұл еліміздің негізі десек те болады. Сол секілді тікелей діни талап болмағандықтан, және ислам мұсылмандарды қоғаммен үйлесіп, сол дамуында, тұрақты өсуінде бірге әрекеттесуге шақырады, насихаттайды. Қозғалтқыш көлемі 3,5-4 литрден асатын автокөлік иелеріне айтар жақсы жаңалығымыз бар. Енді салықтың көлемі көңіліңізге демеу береді. Қалтасы қалың көлігі зілдей азаматтардың салығы 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаяды. Осы тақырып аясында әріптесіміз Жансұлу дайындаған бейнематериалға көз жүгіртейік. Жүргізушілер үшін тағы бір жаңашылдық. Мотор күші 3-4 литрлік авто иелері енді салықты аз төлейтін болды. Тоқаев қол қойған жаңа салық кодексі 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Құжатта 11-20 жыл аралығында шыққан көліктерге 30%, ал 21 жылдан асқан көліктерге 50% жеңілдік берілмек. Қазір қазақстандықтар мотор күші 3000-3200 текше сантиметр автокөлік үшін 35 айлық есептік көрсеткіш, яғни 145.180 теңге. 3200-3500 текше сантиметр үшін 46 айлық есептік көрсеткіш 190.808 теңге, ал 3500-4000 текше сантиметр үшін 66 айлық есептік көрсеткіш, яғни 273.768 теңге төлеп жүр.
Елімізде ескірмеген, яғни жаңа көлік иелері де салықты бұрынғыдан 4 есе аз төлейді. Мәселен, 2022 жылы шыққан 4 литрлік авто үшін 66 айлық есептік көрсеткіш орнына 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 62.220 теңге салық алынады. Қазақстанда қазір 10 жыл бұрын шыққан 4,5 миллиондай автокөлік. Оған қоса 3-10 жыл аралығында жүрген 1,6 миллион тағы бар. Сарапшылардың айтуынша, мұндай реформа автокөлік ұстауға кететін шығынды азайтып, ірі моторлы көліктерді ұстауды бұрынғыдан да қолжетімді етеді. В автомобильном парке Казахстана сейчас... Қазақстандағы автомобиль паркінде барлығы 6,4 миллион көлік құралы тіркелген. Оның ішінде 86,6% жеңіл автокөліктер, 1%-дан астамы автобустарды құрайды. Ал қалған бөлігі жүк көліктері мен басқа да көлік түрлеріне тиесілі. Жалпы алғанда қозғалтқыш көлемі бойынша автопарктың шамамен 42% 2026 жылдан бастап төмендетілген салық төлейтін болады. В автомобильном парке по объему двигателя, если смотреть, они будут платить налог меньше. Мұндай тенденция Жапония, Германия, Түркия сынды дамыған елдерде кездеседі. Әсіресе қозғалтқыш көлемі мен көлік жасына қарай салықты өзгерту жағынан. Бірақ экология мен жанармай тиімділігін ескеру тұрғысынан әлі де мәселе бар. Осы аптада Бектенов бастаған брифингті Көшербаев қостап, президенттің әлеуметтік саладағы тапсырмаларының орындалуы барысы туралы есеп берді. Премьер-министрдің орынбасары Ермек Көшербаев мемлекет басшысының әлеуметтік бастамаларын жүзеге асыру бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Жиында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова да сөз алып, дәрігерлерге қатысты маңызды мәлімдеме жасады. Тілшіміз осы тақырыпты кеңінен тарқатып айтып берсін. Астаналық Зарина Садуева нейрохирург, бірақ бұл салаға келу оңай болған жоқ. 13 жыл бұрын дәрігер болып жұмысын бастаған, жалақы мардымсыз, жұмыс кестесі ауыр, ал халықтың дәрігерлерге деген қарым-қатынасы тіпті қиын. Ақыры жүйкеге салмақ түсіп, 8 жылдан соң мамандықты тастауға мәжбүр болған. Дәрігерлерге деген құрмет жоқ, ондай мәдениет әлі қалыптаспаған. Пациенттерден бірнеше рет агрессия көрдім. Бір жолы жас қыз мені қолындағы сөмкемен ұрып жіберді. Науқастардың жай күйін түсінем, бірақ дәрігер де адам. Қысымнан шаршайсың. Заринаның айтып отырғаны жеке оқиға емес, бүкіл медицина саласының шындығы. Соңғы жылдары дәрігерлерге шабуыл жиілеген. Сондықтан үкімет ақ халаттыларды заңмен қорғауға кірісті. Нападение на медицинских. 158 баптың бірінші тармағы енгізіледі. Егер медициналық қызметкерге күш қолданамын деп қорқытсаңыз, 2 жылға дейін бостандығыңыз шектеледі. Ал егер шабуыл жасалса, 2 жылдан 7 жылға дейін түрмеге қамаласыз. Бұл әрекет төтенше жағдай кезінде болса, жаза 10 жылға дейін күшейеді. Бірнеше адам бірігіп дәрігерлерге шабуыл жасаса, 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Мәселен, өткен аптада Қостанай облыстық ауруханасында пациент хирургты ұрып, дәрігер есінен танып қалды. Жағдайы күрт нашарлап, Астанаға санитарлық авиациямен жеткізілді. Ал Қарағандыда ер адам жеке клиникадағы дәрігер әйелді өлімші етіп сабаған. Медбикенің миы шайқалып, саусақтары сынған. Бұл оқиға бейнебақылауға түсіп қалған еді. Дәрігерлерге қол көтергендер көбейіп, енді заңмен тоқтатылады. Алайда қоғамда бір ғана сұрақ қалды. Дәрігер қорғалсын, дұрыс, бірақ науқас та қорғансыз қалмасын деген. Халықтың да базынасы бар. Біреуі ауруханаға барғанмен өзін адам құрлы көрмегенін айтады. Біреуі дұрыс диагноз қойылмай, соңы қазаға ұласқанын жеткізді. Қарапайым жұрт дәрігерден қорқады, дәрігер халықтан, екі жақ та бір-біріне сенбейді. Бір-біріне ашулы, ал ортасында адам өмірі тұр. Естеріңізге сала кетейік, бір апта бұрын Ақмарал Әлназарова сіздерге перзентханада мейіргер балалар ауруханасының қабылдау бөлімінде кезекші және ординатор дәрігер болып жұмыс істеген маман ретінде үн қатқым келеді. Медицина қызметкерлеріне қарсы зорлық, зомбылықты тоқтатыңыздар деп үндеу жасаған еді. Бұл аптада үкімет басшысы да белсенді болды. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов Ресей Федерациясының Алтай Республикасындағы Манжарок қаласында өткен алғашқы халықаралық экологиялық конференцияға қатысып, пленарлық отырыста сөз сөйледі. Бұл Таза Қазақстан ұлттық экологиялық бастамасының маңыздылығына тоқталып, бұл қозғалыс еліміздің әрбір азаматының күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне айналуға тиіс екенін айтты. Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым была предложена инициатива «Таза Казахстан. Чистый Казахстан» по формированию экологической культуры и бережному отношению к природе и родной земле. В ее реализацию на системной основе по всей стране проводятся масштабные экологические акции по уборке территорий водоемов, посадке деревьев. При этом «Таза Казахстан» — это не разовая акция, а постоянная работа по изменению самого подхода к поддержанию порядка
внешнему облику городов и сел. Сонымен қатар халықаралық жиында Олжас Бектенов Каспийдің таяздауына қарсы күресте өңірлік ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Үкімет басшысы Каспийдің деңгейі жыл сайын төмендеп келе жатқанын айтып, мұндай өзара іс-қимыл экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен қатар тұрақты дамуға да жол ашады, деді премьер-министр. 2000 жылдардың басынан бері Каспий теңізі деңгейінің төмендеу үрдісі байқалады. Осы және өзге де проблемаларды зерттеу үшін Каспий теңізі Қазақ ғылыми зерттеу институты құрылды. Ғалымдардың болжамдары көңіл көншітпейді. Осынау бірегей су айдынын сақтап қалу үшін барлық Каспий маңы мемлекеттерінің батыл үйлестірілген іс-қимылы қажет. Су демекші, еліміздің бірқатар өңірінде су тапшылығы сезілуде. Әсіресе Түркістан облысында ахуал ушығып тұр. Президенттің тапсырмасына сай биыл өңірде 4000 гектар ғана күріш егілуі тиіс болатын. Ол тек Қызылқұм каналы бойына жоспарланған еді. Алайда бұл тәртіп сақталмады. Күріш 13000 гектарға дейін егіліп, оның едәуір бөлігі Достық каналы бойында орналасқан. Салдарынан су әділ бөлінбей, өзге шаруашылықтарға тапшылық туындады. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов өңірге сапарында бұл жағдайда қатаң сынға алды. Тұрғындар өңірдегі жауапты мамандардың бақылау мен жоспарлаудың жоқтығынан туындаған тәртіпсіздік деп бағалап отыр. Техника келді. Техника келді. Енді мынау шілде айында механический жасау деген әңгімені қойыңдар. Осы қазір вегетация бет, вегетациядан бастап жұмыс істеңдер. Вегетацияға дейін мынау жұмыстың бәрі аяқталу керек. Ақыры ең аяқ жағына суды берем деп келіп шартқа отырдың ба, айналайын, істеп бер жағдай шаруа қожалыққа. Түйін судың да сұрауы бар. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Бізден сапалы контент, сізден лайк пен коммент. Келесі жүздескенше аман сау болайық.